Сәлем баршаларыңызға. Бүгін осындай өте әдемі браслет түрін жасап үйреніп боламыз. Өте ерекше, жасау жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Бізге ең алдымен осындай заттар керек болады. Бұлар хрусталик тастар деп айтылады. Бұны кез келген фурнитура дүкенінен таба аласыздар. Екіншісі осындай магнит түріндегі және де жылқа. Осыны резина түрін пайдалансаңыздар да болады, бірақ мен жылқа түрін пайдаландым. Ал сары тастарымыз, бұлар зажим деп айтылады. Өте аз зат қолданылады, өте әдемі болып шығады. Жылқаны бірінші примерно мен алдым, 40-50 сантиметрде алсаңыздар болады. Қолдың мөлшеріне қарайсыздар. Бірінші магнит тасымыздың бір шетін осылай бір-біріне қатты буамыз. 2 рет, 3 рет болады. Одан кейін бір тасты алып, менікі 10 мм тас, хрусталик тас деп айтылады. Осыны екі жағынан X-образ сияқты X-образный қылып екі жақтан өткіземіз. Енді осы жерге сары зажимді бір-бір жұптан, бір-бір данадан екі жіпке өткіземіз. Жасау жолы өте оңай негізінде. Одан кейін қызыл тасты бір-бірден өткіземіз. Мінекей осылай шықты. Тағы да екі сары зажимді өткіземіз. Осыдан кейін мінекей екеуін өткіздік. Енді қызыл хрусталикті бастапқыдағыдай X-образный қылып өткіземіз. Бір тесіктен қарама-қарсы жаққа қарай. Бір көргеннен түсініп алып жасап кете бересіздер. Өте оңай. Осыны тартамыз. Бізде осындай әдемі болып шықты. Енді осыдан кейін мұқият болыңыздар. Бұл жерден зажимді қыстырмайсыздар, сразу қызыл тасты өткізесіздер. Одан кейін барып тұрып сарыны. Яғни әрбір 4 бұрыштың ішінде екі сары зажим міндетті түрде болады. Мінекей осылай. Енді қызыл хрусталикті X-образный өткіземіз. Бұл техникамен сумка тоқсаңыздар да болады. Мінекей осылай. Енді қолымыздың размеріне қарай тоқып кете береміз. Мінекей менде осылай шықты. Өте әдемі шықты. Соң жағын көрсетейін сіздерге. Магниттің екінші жағы. Бұнда тоже өткізіп аламыз. Бұл жерде магнитті қолданбай-ақ резинамен, яғни жылқа қатты емес, резина түрімен жылқаны қолдансаңыздар да болады. Ол кезде магнит керек болмайды. Енді өз қалауларыңыз бойынша ауыстырсаңыздар да бола береді. Мінекей осылай шықты. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.